баяғы өткен заманда Мысыр шаһарында Алған деген бай өмір сүріпті. Ол байдың Берген, Мерген, Құйын деген 3 баласы болыпты. Ол байдың 4 түлік малында есеп жоқ екен. Балаларының алды 18 жаста, ортаншысы 16-да, ал кіші баласы 8 жаста екен. Балалары ер жеткен соң бір күні бай оларды шақыртып алып: «Балаларым, сендердің екеуің ер жеттің, ал Құйын болса әлі жас. Сендер мына малдарды алып, өздерің бағыңдар, мен қартайдым» дейді. Оған балалары: «Жоқ әке, бізге малыңның қажеті жоқ. Әке малы шатақ мал. Бізге шатақ малдың керегі жоқ. Мал керек болса, өзіміз тауып аламыз» дейді. Әкесі ары айтады, бері айтады, оған балалары көнбейді. Көнбеген соң күнде өрісте мал бағып жүріп: «Ә Құдай, осы малды өзің беріп едің, енді өзің ал» деп зарлайды да жүреді екен. Бір күні кешке жақын малын айдап үйіне келе жатса, бір есекке мінген ақ сақалды шалды алдынан шыға келіп: «Әй Алғанбай, сен неге зарлап жүрсің?» дейді. Алғанбай барлық жағдайын айтып: «Осы малды Құдай өзі беріп еді, енді өзі алса екен деп жүрмін» дейді. Сонда әлгі шал: «Ей, осы айтқаның рас па?» депті. «Рас, қазір алса да разымын Құдайға» дейді. «Олай болатын болса, былай жаса. Үйіңде қара төбет итің бар екен. Сол итің сені көріп, жүгіріп алдыңнан шығады екен. Соны аямай басынан теуіп жібер. Тағы шақырып аямай теп. Сонымен малыңды қорлағаннан кейін жылқыда боз айғырың бар екен. Сонымен жүгеніңмен басынан 3 рет ұр. Сонан соң түйеде қара бураң бар екен. Соны бұйдасымен аямай басынан 3 рет соқ. Сонан кейін сиырда көк бұқаң бар екен. Соны да бұйдасымен басқа 3 ұр. Қойда көк қошқарың бар. Соны буыршақпен 3 рет басынан аямай соқта. Үйіңе бар. Үйіңе кіре беріп, оң босағаңды 3, сол босағаңды 2 рет теп. Жағып жатқан отты таяғымен сабап, күлін көкке ұшыр. Сонан кейін алаңсыз жата бер. Егер малдан құтылғың келсе, осыны адал ниетіңмен істесең, бәрінен құтыласың» депті. Әлгі шал жоқ болып кетіпті. Шал қуанып, малын ауылына айдап келіп, айғырды, бураны, бұқаны, қошқарды, итті бәрін сабап, үйіне келіп, оң босағаны 3, сол босағаны 2 теуіп, жанып тұрған отты сабап, күлін көкке ұшырады. Мұны кемпірі көріп, мына шалды өрісте жүргенде бірдеңе соғып кетті деп қорқып кетеді. Сонымен тамақ ішіп жатып қалады. Түн ортасы ауа, шал оянса, дала у-шу болып кетіпті. Бұл не екен деп далаға шықса, қойы тышқан, сиыры марал, жылқысы құлан болып безіп барады екен. Қайтып келіп кемпірін оятып: «Әй кемпір, тұр, мал кетті, біз де кетейік. Малдан қалып не бітіреміз?» деп тышқанның артынан еріп кете беріпті. Ал енді балаларға келейік. Ертеңгісін үлкен баласы орнынан тұрса, түс болып қалыпты. Шешесін қараса, шешесі жоқ, киімдері де жоқ, далаға шықса, малдары да жоқ. Тек қара төбет ит пен құбылаға қарап бір қара тоқты күйсеп жатыр. Одан басқа ештеңе жоқ. Итке барып итті шақырса, орнынан тұрмайды. Сөйтіп тұрғанда ортаншы баласы келіп, болған жайды біліп, итті ол да шақырса, орнынан тұрмайды. Екеуі барып кіші баланы оятады. «Әке шешеміз бізді тастап кетті. Малын айдап қашып кетіпті. Тұр» дейді оған. Бала тұрып ит пен тоқтыны көреді. Барып итті шақырса, ит тұрып келіп, қыңсылап баланың үстіне секіреді. Сонымен әлгі қалған тоқтыны бағып күнелте береді. Күндердің күнінде тамақтары таусылып ашығады. Үшеуі келісіп, қара тоқтын соятын болады. Сонда Құйын: «Әкем айтушы еді, егер адам қысылса, қара қойды сойып, етінен ауыз тимей, артқы бір санын басына жастап ұйықтаса, алдындағы өмірі қандай болады екен, соны көреді» дейді. Сөйтіп қара тоқтыны сойып үлкен ұлы Берген жастанып жатады. Ертеңгісін тұрады да түсін айтады. «Мен түсімде бір жирен қасқа айғырға мініп, бір байдың жылқысын бағыппын. Күніне бір кесе саумал ішеді екенмін» депті.
Құйын тұрып, ендіше сен өмір бойы өстіп жүреді екенсің деп түсін жорыпты. Келесі кеште ортаншы ұлы мерген жастанып жатыпты. Ол да бір қасқа өгізге мініп, бір байдың сиырын жайып жүр екен. Тисе бір кесе сорпа ішем, бермесе ол да жоқ екен дейді. Ендіше сен де сондай өмірде болады екенсің деп түсін жориды. Келесі күні басына құйын жастанып жатып, мынадай түс көреді. Шаңырақ ашық қалған екен. Шаңырақтан үркер жұлдызы көрініп тұр екен. Көкірегі ашық қалған екен. Сол көкірегіне жаңбыр жауып қалыпты. Ояна келсе түсі екен. Әлі таң атпапты. Егер мен осы түсімді айтсам, мына жамандар жаман ойға жорыр. Одан да түс көргем жоқ деп айтайын дейді. Ертеңгісін орнынан тұрады. Екі ағасы: ал құйын, не көргеніңді айт дейді. Құйын: ештеңе көргем жоқ дейді. Сонда екі ағасы: сен сатқын, түсіңді айтқың келмей тұр деп сабап-сабап қуып жібереді. Ол сол қалпында басы ауған жаққа қарай кете береді. Әлгі үйдегі қара ит қайда барса, сонда ілесіп жүре береді. Сонымен құйын ай жүреді, апта жүреді, бір дәу суға кез болады. Судың арғы жағында бір кісі 40 өгіз бағып жүр екен. Соны көріп айғай салады: ей ата, мені мына судан өткізіп жіберші дейді. Сонда шал: сені өткізіп не қылам дейді. Әке шешем жоқ, баласы жоққа бала болам депті. Шал өгізімен суға түсе салып, баланы өткізіп алады. Балам, сен рас маған бала боласың ба? Егер сен рас бала болсаң, менің бағып жүрген өгізім Шығай ханның өгізі. Мен осыны 1 жыл бағып, ақыма 1 дөнен өгіз аламын. Егер келісімін берсең, биылғы алатын өгізді сұрап алып, ел шақыртып, ортан жілік ұстатып, сені бала қылып алайын дейді. Құйын: ата, еркің білсін, менің әке шешем жоқ, сізге бала боламын депті. Әлгі кісі ақысына 1 дөнен өгізді сұрап алып, соны сойып, ел шақыртып, той жасап, балаға ортан жілік ұстатады. Содан бала 4-5 жыл тұрады, 12-13 жасқа келеді. Бір күні: әке, сіз мені неге бала қылып асырап алдыңыз депті. Қарағым, артымда қалып, түтінімді түтетіп, артыма ат қалдырайын деп асырадым дейді. Құйын: тағы басқа себебі жоқ па әке дейді. Басқа ойым жоқ қарағым дейді шал. Жоқ әке, қолымдағы бейнетімді алсын деп асырадыңыз ғой. Сіз енді қартайдыңыз, өгізді мен бағайын, сіз үйде болыңыз дейді. Жоқ қарағым, қазір оқыра кезі, өгіздер быш-тыш боп қашып кетеді дейді шал. Оған құйын көнбейді. Сонымен шал 40 өгізді құйынға айдап жібереді. Құйын кешке дейін бағып келеді. Ертеңіне тағы кетеді. Әкесі: ей балам, 12 өгіз қайда депті. Әке, бәленше жерде жайылып жатыр. Оны айдап келемін деп едім. Мыналар кетіп қалатын болған соң, барын айдап жүре бердім дейді. Ертеңіне 10 өгізді айдап келеді. Балам, 30 өгіз қайда деп сұрайды. Олар кешегі өгізге қосылды. Ертең мыналарды соған қосып, бәрін айдап келемін дейді құйын. Ертеңіне: қарағым, бүгін бірін қалдырмай айдап кел дейді шал. 10 өгізді өріске айдап барып, өзі кеште жаяу қайтып келеді. Ей балам, өгіздерің қайда дейді шал. Ата, сіз осы жердің жайын білесіз бе дейді. Білгенде қандай, осы жерде өсіп өнгенмін дейді. Ендіше бас төбені білесіз бе? Жоқ. Май төбені білесіз бе? Жоқ. Қызыл төбені білесіз бе? Жоқ. Боқ төбені ше? Жоқ. Көк төбені ше? Жоқ. Ой ата, енді не білесіз? Өгіздеріңіз осы төбелерде жайылып жатыр. Ертең 2 жақтап айдап келемін дейді. Ертеңгісін шал баланы оятады. Бала: ата, кішкене тұра тұр. Кеше өгіздерді қуам деп әбден шаршаппын. Кішкене дем алайын депті. Шал: мен жүре берейін деп еді. Құйын: ата, таба алмайсың, бірге барайық деп екеуі тауға шығады. Тауға келсе, бас төбе деп 40 өгіздің басын бір жерге кесіп-кесіп үйіп қойыпты. Қызыл төбе дегені қып-қызыл қып 40 өгіздің етін бір жерге үйіп қойыпты. Боқ төбе дегені 40 өгіздің боғын бір жерге үйіп қойыпты. Көк төбе дегені 40 өгіздің терісін бір жерге үйіпті де көк өгіздің терісін үстіне жауып қойыпты. Шалға: міне осы төбеде жатыр депті.
Шал сойылған өгіздерді көріп есінен танады. Ойбай, қу сотқақ, енді хан екеумізді де өлтіреді. Сен маған бала болмадың, пәле болдың. Қазір ханға барып айтып, сенің де көзіңді құрттырармын деп шал ауылға қарай жүгіріпті. Құйын, ханға мен айтамын деп екеуі ауылға қарай жарысып жүгіреді. Шал әрбірден соң жөтеліп түшкіріп балаға жете алмай қалады. Бала сол жүгірген қалпында ел жата ханның үйінің есігін қағады. Хан, ей хан деп айғайлайды. Хан, не деп жауап береді. Арызым бар, айтайын. Хан, арызың болса ертең айтасың. Алдыңда қорада 2 құла тұлпар тұр. Соның ақырына барып жат дейді. Бала ақырға түскенде 2 көзі көрмей қалады. Бұл қалай деп отырғанда біреу келіп, ей, келдің бе дейді. Құйын, келдім дейді. Мә ендеше, мына тұлпарларды ертте дейді. Ойбай, көзім көрмей қалды депті. Әкем көзіңді дуалап қойған екен ғой. Мен қазір дәрі әкелейін дейді. Әлгі адам алып келіп бір дәріні береді. Мә, мынаны көзіңе сүйкесең, көзің көреді дейді. Құйын алып сүйкеп еді, көзі бұрынғыдай көретін болды. 2 ертоқыммен аттарды ерттеп болған соң, жаңағы тағы келіп, мына қоржынды астыңа сал. Ал енді тез кетейік дейді. Екеуі тұлпарға мініп, шу деп шаһардан шығып тартып отырады. Құйын байқап қараса қыз сияқты. Сөйтіп түнімен жол жүреді. Таң ата қыз алдына қараса, қаршадай жас бала кетіп барады. О сұмдық, не мынау? Мен жынды болдым ба? Кіммен бірге кетіп барамын деп қыз қойнындағы кішкене балгер кітапты ашып қарап, бұл Құйын деген батыр әуел баста Құдай сені осыған бұйыртқан екен деген жазуды оқиды. Қыз атының басын тартып, Құйын, тоқта, мына өзен бойына тамақтанып алайық дейді. Құйын оған тоқтамайды. Қыз атынан түсіп, астындағы қоржынын түсіріп алып, ішінен бірақ нәрсені жайып еді, шатырға айналды. Оны тігіп, ішінен әр нәрсені алып жайса, шелек, қазан, олжау, кесе, не керек бәрін алып, үйдің ішін жайнатып жібереді. Ол уақытта Құйын қайта айналып келіп, атын қыздың атының қасына байлайды да, өзі анадай жерге барып отырады. Қыз қанша шақырса да келмей қояды. Қыз отын бірдеңелер терген болып жүріп, Құйынды ұстай алып, бас салып, шашын ұстарамен қанатып алады да, суға құммен ысып-ысып жуып, дәрі жағып, төсекке жатқызып қояды. Құйын сол жатқаннан ұйықтап, түс ауа тұрады. Тұрса, жақсылап киім тігіп қойыпты. Оны кигізеді және қыздың өзіне деп ала шыққан садағы бар екен, соны мойнына асып береді. Ал енді біз бұл қыздың Құйынмен қалай қашқанына келейік. Бұл ауылда бір қара дәу бар екен. Қыз сонымен қашпақ болып келседі. Дәл Құйын барған түні қашпақ екен. Құйын Шығай ханға айғайлағанда, батыр аңғал деген деп қыз үйінен шығады. Құйынға ілесуі де сол себепті екен. Құйын мен қыз екеуі сол жерде 3 күн отырады. 4-ші күні көшуге дайындалмақ болып отырғанда, үлкен құла тұлпар пысқырып, жер тартып тұрмай қояды. Сонда қыз, жау келе жатса, бұл сөйтеді дейді. Құйын құла тұлпарға мініп қараса, өздері келе жатқан шаң көрінеді. Бұл не екен деп тұрса, қыз алам деп жүрген қара дәу, қыздың қашқанын естіп, арттарынан қуып келеді екен. Құйын алдынан қарсы шығып, әйелін алған кекті деген, сенің менде кегің бар, саған кезек бердім дейді. Қара дәу кезегін алып, көкіректен атып қалыпты. Садақтың оғы келіп, көкірегіне тырс етіп тиіп, жерге түседі. Құйынның үстінде сауыты жоқ еді. 2-3 рет атады, бірақ оқты тарта алмайды. Сонан кейін кезекті Құйын алады. Артына қараса, хан қызы сауыт алып келіп тұр екен. Қызға, мына дәудің өзін атайын ба, болмаса атын атайын ба дейді. Қыз, өзіңіз біліңіз, еріксізде дейді. Дәудің өлер жері осы деп жүректен тартып қалғанда қара дәуден өтіп, арғы жағындағы бір дәу ағаштың түбіне тиеді. Ағаш түбімен бірақ құлайды. Ағаш құлағанда дәу де бірге құлап түседі. Сонымен бұлар енді үйлерін жинап бастағанда, құла тұлпар тағы пысқырады. Бұған не болды деп қараса, қаптаған қалың қол көрінеді. Құйын айтады, сені көп әскермен қуып келеді, үйге жақындатпай соғысайын деп атқа міне сала,
ұмтылады, келіп қалың қолға араласып соғыс салады. Бір күні бойы соғысып, тең жартысын қырады. Жартысы соғысуға шыдамай тарам-тарам болып, бас сауғалап бет-бетімен қашып барады екен. Көре сала Шығай ханға ұмтылып, қуып жетіп, ханды аттан жұлып алып, алдына өңгеріп алып, қызына қарай алып жүреді. Арада өзен бар екен. Содан өтіп келе жатқанда, аты бір сүңгігенде 2-3 сүңгіріп, Шығай хан қолынан түсіп кетіп, суға тұншығып өледі. Қызға келіп, әкеңді алып келе жатыр едім, мына ат бір сүңгігенде 3 сүңгіріп, суға кетіп өлді дейді. Қыз жылап, әкесіне бата оқып, сол жерден көшіп кетеді. Құйынның артынан ілескен қара төбет, құйын қайда жүрсе, ол да сонда жүреді. Артынан ешбір көз жазып қалмай, бұлар осы кеткеннен кете береді. Жолда келе жатса, бір тастың түбінде бір ақ тазы ұлып отыр екен. Соны тауып алады. Тастың басына қараса бір бүркіт аяқ бауымен отыр екен. Оны да алады. Сонан 2-3 күн жүреді. Бір көлдің жанында сондай әдемі қорық бар екен. Соған келіп үйін тігіп отырады. Олар қонып жатқанда жер жара айғайлаған біреудің даусы шығады. Оны олар елең етпейді, отыра береді. Бұл қорық сол елдің Бұтыр хан деген ханының қорығы екен. Ол қорықты бір құлағын жамылып, бір құлағын төсеніп жататын бір қара дәу күзетеді екен. Ол айғайлағанда мал тұрмақ, құрт құмырсқа да ол маңайға жоламайды екен. Құйындар 3-4 күн сол қорықта отырады. Қара дәу қанша айғайласа да елемей қояды. Бұтыр хан уәзірін шақырып алып, мына дәу 3 күн бойы айғайлағанда, бұған не болды? Сен барып біліп келші, елдің үрейін алды деп уәзірін жібереді. Уәзірі келіп, саған не болды? Неше күн бойы айғайлап, елдің берекесін алдың депті. Сонда қара дәу, мына ханның қорығына бір жас бала келіп, бүгін 4 күн болды, кетпейді. Менің айғайлағаным ішіне кірер емес. Бірақ тазысы, бірақ иті, қолында бүркіті бар, аң аулап кетеді. Әйелі үйінде қалады. Қанша айғайласам да даусымды шыбын құрлы көрмейді. Білмеймін не бәле екенін. Барып өздерің біліңдер депті. Бір уәзір айтады, барып ханға айтайық дейді. Бір уәзір, жоқ, барып білейік. Сонан соң ханға айтамыз. Барып білмей ханға не дейміз? Жүр барайық деп құйынның үйіне келеді. Дәл түс кезі екен. Құйын үйінде екен. Ей, сен елмісің, жоқ жаумысың дейді келген уәзірлер. Құйын айтады, ханыңа айта бар. Жауы десе жауымын, досы десе досымын. Өзі таңдағанын білсін дейді. Уәзірлер келіп ханға айтады. Осындай бір бала келіп, қорығыңызға отырыпты. Дәу қанша айғайласа да құлағына кіретін емес. Барып көріп келдік деп болған жайды бастан аяқ баяндап береді. Тегі жас бала қорқатын емес, айтқандай тақсыр әйелін айтсаңызшы, адам баласының сұлуы екен, күйеуі тіпті жас екен деп ханға майын тамыза мақтайды. Хан айтады, ендеше доспыз деп ауылдың қасына көшіріп әкел дейді. Уәзір барып, сенімен хан дос боламын деп көшіріп кел деп жіберді. Келіп ауылдың қасына қоныңыз дейді. Құйын әйелі мен екеуі барып ауылдарына жақын қонады. Хан нөкерлермен келіп, қоныс құтты болсын айтады. Хан үйіне келіп, жақсы нөкерлерін шақырып алады. Мына баланың әйелі қалай алам? Соған амал табыңдар. Мен соның әйеліне ғашық болдым дейді. Бас уәзірі тұрып, тақсыр, осы ауылда бір мыстан кемпір бар. Ол барлығында орындайды деді. Ендіше соны шақыр деді. Мыстанды алып келді. Мыстанға барлық жағдайды айтады. Мыстан ойланып, сіз қара қойдың қанын ішіңізде жиі-жиі құсыңыз, есіктен төрге, төрден есікке домалаңыз. Сонан елді шақыр, маған тамырыңды ұстат, мен айтам, бұл жаман ауру. Бұған Айбөкеннің сүті керек деймін. Айбөкен деген аң ең шапшаң және өте күшті. Оған барса қайтып оралмайды. Сонан соң әйелін сен алмағанда мен алам ба дейді. Мыстан, Айбөкеннің сүтін кім табады деп айғайлағанымда, құйын табады деп халық бір ауыздан шу ете қалсын деп қатты-қатты ескертеді. Сонымен хан қара қойдың қанын ішіп, қарқ-қарқ құсып, есіктен төрге, төрден есікке домалайды. Елді шақыртады.
ел жиналады. Әлгі мыстан ханның тамырын ұстап, бұл ауруға бір-ақ ем бар, ол Айбөкеннің сүті, одан басқалай жазылмайды, дейді. Бас уәзір, қалқам, оны кім табады дегенде, оны құйын табады деп ел шу ете қалады. Хан құйынды шақыртып, ал қарағым, менің өмірім қазір сенің қолыңда. Айбөкеннің сүтін сенен басқа ешкім таппайды, соған бар, дейді. Құйын, мен үйіме барып біраз ойланайын, дейді. Үйіне келіп әйеліне барлық жайды айтады. Әйелі балгер кітабына қарап, барсаң бар, бірақ ханның ақ сауыты бар, соны сұра. 9 бүктемелі ақ семсері бар, соны сұра. Байлауда қара қасқа тұлпары бар, соны сұра. Соларды берсе бар, әйтпесе барма деп кеңес береді. Құйын ханға келіп, ақ сауыт, ақ семсер, байлаудағы қара қасқа тұлпарды сұрады. Қара қасқа тұлпарды сұрағанда хан, мынаған оңай ажал табылды деп ойлайды. Ол қара қасқа тұлпарды сол ауылдағы елді өлтіріп болмаған соң, 4 аяғына 4 қазық қағып, шынжырмен байлап тастаған. Оған барған соң, оны босатқан соң, оны бас салып өлтіреді деп ойлайды да, барып атыңды алып кел, сонан соң басқасын берейін, дейді. Бағатын кісіні шақырып алып, мына кісіге қара қасқа тұлпарды бер, дейді. Мұны естіген елдің бәрі жиылады. Есігін ашып беріп, өзі төбесінен шай су беретін жерден қарап тұрады. Құйын есіктен кіріп барғанда, қара қасқа тұлпар оқыранып жібереді. Аяғындағы шынжырларын қолмен бұрап, сындырып, мойнына белбеу салып, жетектеп алып шығады. Халық көріп, ойпырмай, мынау хан болуға жарайтын адам екен деседі. Сонан құйын сауытын алуға барғанда, хан қорқайын дейді. Айтқаның түгел береді. Қарағым, тездет, деді. Құйын барлығын алып үйіне келеді. Әйелі, сен енді үйден шығып, бір отты жақсы жерге барып, бұл тұлпарды 15 күн жіберіп, семіртіп бой жаздыр. Сонан соң ізде, дейді. Құйын атына мініп жүріп кетеді. Жолда атын 15 күн жіберіп, тойындырып алады. Бір тауға барып, басына шығып тұрады. Сонда атқа тіл бітіп сөйлейді. Сен құйын жан-жағыңа қарашы, не көрінеді маңыңда, дейді. Құйын еш нәрсе көрінбейді, тек қаптап өскен қарағай мен қайын көрінеді, дейді. Ал сен тыңда, мен саған айтайын. Мен өзің сияқты бір батырдың жанындағы жақсы көретін аты едім. Сол батырды осы патша Айбөкеннің сүтіне жұмсады. Сонда дәл осы жерде тұрдық. Мен байқамаппын. Айбөкен келіп қалыпты. Мен жалт беріп қаша жөнелдім. Ол үстімдегі иемді алып қалды да жеп қойды. Мен шапшаңдықтан құтылып кеттім. Қайтып иеме оралуға менде ондай күш қайрат жоқ қой. Ал сол иемнен айырылған соң, Айбөкенге күшім жетпеген соң, мен барып осы патшаның елін қыра бердім. Көзіме не көрінсе, бала болсын, үлкен болсын, теуіп тістеп өлтіре бердім. Мені ұстауға неше түрлі айла әрекет жасап, ақыры мені ұстап, өзің босатып алған қораға 4 аяғыма 4 қазық қағып, шынжырмен байлап тастады да, қораның төбесін тесіп, сол жерден маған шөп, су беріп ұстағандарына 33 күн болғанда, сен келіп босатып алдың. Менің жағдайым осы. Ал сен жан-жағыңа дұрыстап қарашы, ештеңе көрінбей ме екен? Құйын жан-жағына қарап, қалың қарағайдың арасында бір ағаштың басында ағарған бір нәрсенің көргендігін айтты. Одан басқа ештеңе жоқ, деді. Ендеше Айбөкен деген сол, айды ұстаймын деп айға шапқан. Содан барып жете алмай қайта құлаған. Қазір ағаштың басында тұр. Құлағанда ағаштың үстіне түсіп, ағаш артқы бір санына кіріп, өзі сол ағашты құшақтап тұр. Сен қазір менің басымды солай қарай жібер. Мен бар шабысымен шабайын. Сен қылышыңмен шауып өт. Сонда ол жерге түседі. Біз сол қалпында кете береміз. Ол саған қайт деп айғай салады. Сен қайтпа. Екінші айғайлағанда да қайтпа. Үшінші рет дос болам, қайт дейді. Сонда қайт. Қайтып келіп барлық жарасын ағаштан тазалап, үстіндегі жейдеңмен таңып бер. Сонан соң керегіңді сұра, ал кеттік шу деп жөнеледі. Құйын қылышты суырғанша Айбөкенге құйғытып жетіп келеді. Қылышпен шауып өтеді. Айбөкен домалап жерге түсті. Түсе сала қайт деп айғай салады. Қайтпады. Екінші шақырғанда да келмей, үшіншіде ғана оралады. Келе сала ағаштардың кіргенін алып, іріңін тазалап, жуып шайып жейдемен таңып береді. Таңып болған соң, ал досым, не тілегің бар? Айта бер. Не жұмыспен келдің?
күшім келгенше бәрін орындаймын, деді. Құйын, ханымыз ауырып, соған Айбөкеннің сүті керек болып, соны іздеп шығып едім. Маған Айбөкеннің сүтінен басқаның керегі жоқ, деді. Ендіше ол өте арзан екен. Мен қазір айғайлаймын, сонда неше түрлі аңдар келеді. Бауырында 6 емшегі бар Айбөкен батысқа қарап тұрады. Соның алдына шық та қылышыңды бұлға. Ол сенің артынан еріп отырады. Алып бар да патшаңа сауып бер. Егер оған көнсе, сүтін аласың. Көнбесе, елің қыр деп маңдайынан сипасаң, 1000 әскер оған сөз емес, тегіс қырып береді. Егер айтқаныңа көнсе, қайт жануар деп сауырынынан сипа. Ол 1-2 минутта көзден ғайып болады. Бұл жерге сенің көмегінсіз ақ өзі келеді. Ал оған бір нәрсе керек болса, мені осы жерден табасың, деді де 2-3 рет айғай салып еді. Неше түрлі аңдар келе бастады. Ең соңында ұзындығы 4 метр бір ұрғашы Айбөкен келіп күнбатысқа қарап тұрды. Соның алдынан шығып, қылышын бұлғап жүріп кетіп еді. Артынан ерді де отырды. Сол күні соғып отырып ауылға келді. Ол келгенде ойпырмай Құйын Айбөкеннің сүті тұрмақ, әуелі өзін әкеліпті деп ел таң қалды. Оны хан естіп зәресі кетті. Ертеңіне Құйын Айбөкенді ілестіріп ханның ордасына барады. Хан Айбөкенді көріп, төрден есікке, есіктен төрге жүгіріп, шырағым, мен сен кеткеннен кейін көп ұзамай басқа дәрі-дәрмек ішіп жазылып кеткенмін. Бұныңды енді әуре қылмай қайтарғын деп жалынады. Құйын, қайт жануарым деп жотасынан сипап еді, зымырап әні-міне дегенше көзден ғайып болады. Хан қайтадан Мыстан кемпірді шақырып алып, мына жолы да аман келді. Енді не айтасың? Мен өлетін болдым. Ғашықтықтан жауадай солып барамын. Менің мал-мүлігімнің жартысын алсаң да, осының әйелін алуға бір амал тап деп жалынады. Мыстан кемпір, енді бір ақыл бар, соны көрейік. Одан ол 1000 жаны болса да оралмайды. Сен тағы қара қойдың қанын іш. Қарқ-қарқ құс, есіктен төрге, төрден есікке қарай домала. Елді жи, маған білегіңді ұстат. Мен сонда бұл аурудың бұрынғы емес, сенен енді ұзақ ауырасың. Сен ауырмас үшін су сиырдың сүті керек деймін. Ол су сиыр жер үстінде тек ақ дәу, қара дәу, қызыл дәу деген перілердің қолында. Ол перілер мен біздің арамызда 6 тау бар. Ол тау оған адам түгілі құс ұшып шыға алмайды. Шыққанымен арғы жағында тас тауы бар. Онда кілең айнадай жылтырап тастар жатады. Оған адам тұрмақ таста жүретін тау ешкіде тайып құлап өледі. Ал одан әрі қарай қара тау бар. Онда қар күндіз түні бірдей жауады. Ол таудың қарының қалыңдығы 1000 кез және 10 сияқты үлпілдек. Оған тегіс өте алмайды. Ал оның ар жағында мұз тауы бар. Ол бәрінен тайғақ, бәрінен биік. Шапшаң ұшатын құс оның етегінен басына демалмай 1 ай ұшады. Ал оның ар жағында саз тауы бар. Бетіне бір масқал тас түссе, оны түбіне қарай тартып әкетеді. Онан ары да от тауы бар. Оған адам түгілі құс та ұшып басына шыға алмайды. Оның ыстығы күнге жетіп тұрады. Міне осыған жұмсаймыз. Ол кеткен соң әйелін біраз күннен кейін некелеп өзіңе қосып ала бересің, деді. Хан қара қойдың қанын ішіп, қарқ-қарқ құсып, төрден есікке, есіктен төрге домалай бастайды. Барлық ел жиналады. Жаңағы Мыстан білегін ұстап, ойпырмай, айтайын ба, айтпайын ба деп өтірік көзі шарасынан шығады. Хан, қош, не болсаң әулием, жасырмай айт деп жалынады. Ел де хан сөзін қоштайды. Ендіше мен айтайын, бірақ көңілдеріңе ауыр алмаңдар. Бұл ханның ауруы бұрынғы емес, бұл өте қауіпті. Дәрісі табылса 2-3 ай созылады. Дәрісі табылмаса 2 айдан кейін өледі, дейді. Уәзірлері, ал енді қандай дәрі керек депті. Сонда кемпір айтады, бұған су сиырдың сүті керек, одан басқа дәріге жазылмайды, дейді. Уәзірлер, ойбай, ол су сиырды кім табады, дейді елге. Сонда ел, оны Құйын табады, дейді. Өзің үшін туыпсың, елің үшін күйіпсің деген. Қарағым, барып кел деп ел шу ете қалады. Құйын бармақ болып уәде береді. Құйын ертеңіне су сиырды іздеп жолға шығады. Сол
кеткеннен кете береді. Енді ханға келейік. Хан 2-3 күннен кейін құйынның кеткенін әбден білген соң құйынның әйелін алуға жүреді. Ал құйынның әйелі мұны балгер кітабын ашып біліп, сол кітабымен дуалап, өзінің үйін айналдыра 9 қабат адам шыға алмайтындай етіп тастан қорған соғады. Хан мұны көріп, қол астындағы барлық елді жинап, оны бұздырады. Кешке дейін ел жиналып 8 қабатын бұзып, 1 қабаты қалады. Ертең бұзамыз деп кетсе, ертеңіне сол 9 қабаты қайта қаланулы тұрады. Енді осы 9 қабат қорғанды күнде бұзумен болсын, құйынға қайта оралайық. Құйын сол кеткеннен кетіп, өзінің Айбөкен досына барады. Барып амандасып болған соң бар жағдайды айтып, өзіне болысуын сұрайды. Сонда Айбөкен айтады: "Бұған менің ешқандай көмегім жоқ. Ол ақ дәу, қара дәу деген 3 перінің қолында. Оған бару үшін 6 таудан өту керек. Ол таулардан құс та ұшып өте алмайды" дейді. "Ал енді саған айтар бір кеңесім бар. Анау аспанмен теңесіп тұрған бәйтеректі көрдің бе? Соның басында алып қара құс деген құс бар. Соның балаларын сол жерде тұратын айдаһар жеп кетеді. Сен сол айдаһарды өлтірсең, баласын ажалдан аман алып қалғаның. Бала деген бауыр еттен жаралады ғой. Сол үшін сені де қалаған жеріңе апарады. Ал оған бару тек соның қолынан келеді. Одан басқа ешқандай амал жоқ" дейді. Құйын Айбөкенмен қоштасып, сол көрген бәйтерекке келеді. Келсе, бәйтеректің басында 3 балапан жатыр екен. Әрбірінің үлкендігі түйенің үлкендігінде екен. Балапандарға қауырсын жаңадан шығып келеді екен. Әлгі жердің өсімдіктері де басқа жерге қарағанда өзгеше. Түйе жапырақтың бір жапырағының асты бір үлкен тайда екен. Атын босатып жіберіп, сол жерде айдаһар қай жақтан келер екен деп тосып жатты. Жатып ұйықтап кетіпті. Шырқыраған бір нәрсенің даусынан шошып оянса, әлгі балапандар екен. Бұл неге сонша шырқырайды деп жан-жағына қараса, бір алып айдаһар бәйтеректің суын сығып балапандарға жоғары өрмелеп кетіп барады екен. Құйын 9 бүктемелі семсермен салып жіберіп, басын қағайырады. Айдаһар жерге тарс етіп құлап түсті. Құйын қылышпен кескілеп өлтіреді де отыра береді. Бір уақыттар болғанда қатты жел тұрады. Бұл не деп қараса, алып қара құс әлгі соққан соның қанатының желі екен. Келіп бәйтерекке отыра кеткенде бәйтерек майысып, сына жаздап барып, қайта орнына келді. Балаларына әкелген жемді беріп: "Әй, осы жерде адам иісі шығады. Бұл жерде адам қайдан жүр?" дейді. Сонда балалары: "Ана, досың керек пе, жоқ қасың керек пе?" дейді. Қара құс: "Қасым керек" дейді. Сонда балалары айдаһарды көрсетеді. Айдаһарды «Ауп» деп бірақ жұтып: "Ал енді маған досым керек" депті. Балапандары құйынға «Шық» депті. Құйын жапырақтың астынан шыға келгенде оны да жұтады. Бірақ балалары тамағынан қысып шырқырап жібермейді. Жібермеген соң қайта құсады да: "Қой балаларым, бекер істедіңдер. Жұтып қайта құсқанымда 1000 кісілік күш беретін еді. Бұған 100-ақ кісінің күші бітті. Бұларың дұрыс болмады" депті. Құйыннан мән-жайды сұрады. Құйын сусүйдің сүтін іздеп келгенін айтты. "Мұның үлкен жұмыс екен. Оған менің күшім келмейді. Тек сені сол жерге апарып тастайын. Сонан кейінгісін өзің біл. Менен ешқандай көмек болмайды" дейді. "Жарайды, мені сол жерге жеткізсең болғаны, ар жағын өзім көріп алармын" дейді. "Олай болатын болса, сен осы жерде 2 жеті тос. Мен балаларыма тамақ жиып беріп, және өзімізге тамақ дайындайын. Және 40 мес су керек. Арада от тауы бар. Содан өткенде керек болады" дейді. Сонымен құйын сол жерде қалады да, алып қара құс тамаққа кетіп, 1 жетіде 2 рет келіп, балапандарына 2 айға жарайтын тамақ жиып береді. 40 меске су артып, 3-ші күні қайтып келіп, "Ал кетелік" деді. Құйынды аты мен екеуін қанатының үстіне таңып алып ұшады. 1 ай тек ұшты да, сонда құйынға "Жерге қарай" деді. Құйын жерге қарап: "Жер тоқымның үлкендігіндей ақ екен" деді. Сонда құс: "Әлі төмен екенбіз" дейді. Тағы біраз күн тек ұшады. "Ал енді қара" дейді. "Жер жуан иненің көзіндей болды" дейді. "Ал енді төбесіне шықтық. Енді тура ұшамыз. Сен көзіңді жұм" дейді. Бірнеше күн ұшқан соң бір мезгілде ұшуын тоқтатады.
құйын көзін ашса бір жерге келіп қоныпты. Ал енді келдік деді. Қараса 40 меске судан түк те жоқ. Су қайда деп сұрады. Жаңа от тауына келгенде өзімізге ыстық келтірмес үшін тесіп барлығын құрттым деді. Ал енді сен осы суды жағалап жүре берсең, алдыңнан көпір шығады. Содан өтіп ақ таудың үйіне барасың. Мына бір қауырсыныңды алып қал. Қай жерге барып қонсаң да от жаққан жердің қасына шаншып қал, деді де қоштасып ұшып кетті. Құйын атына мініп көпірден өтіп жолмен біраз жүргеннен кейін алдынан ақ үй көрінді. Ол үйге келсе, үйден 15-16 жасар қыз шығады. Ол қыздың аузына бүрме темір салып қойған. Сол қыздан бұл кімнің үйі деп сұрайды. Бұл Ақтаудың үйі дейді. Ол өзі қайда? Аң аулап кетті. Ендеше үйіңе түсейін деп түссе, үйінде бір қазан ет, бір саба қымыз тұр екен. Қызға ет, қымыз әкел дейді. Қыз әкем ұрсады депті. Құйын оған қарама еттен, қымыздан алып қызға іш дейді. Қыз бірге отырып ішпеймін. Әкем ұрсады. Аузымдағы бүрмені тамақ ішіп қоймасын деп салып кетті депті. Құйын әкең енді келмейді, ұрыспайды деп аузындағы бүрмені алып тамақ береді де, әкең қай жолмен кетті деп сұрайды. Мына жолмен кетті, мына жолмен келеді дейді қыз. Келеді деген жолға түсіп, бір жерге ағаш ішіне атын байлап тосып отырса, атында тазысы, қолында бүркіті, иті ұлып, бүркіті шаңқылдап, сауыты сөгіліп келеді екен. Сонда Ақтау, ей ұлымағырдың иті ұлып, өз басына көрінсін. Шаңқылдамағырдың құсы шаңқылдап, өлеріне көрінсін. Сөгілмегірдің сауыты сөгіліп, тозарыңа көрінсін. Осы құйын туылғанда бүлк етіп қалып еді бар денем деп келеді екен. Әй, мен саған не қылдым деп құйын шыға келеді. Сонда екеуі алыса түседі. Алысып ақ дәуді алып ұрады. Біраз жүрген соң қара дәудің үйіне келеді. Онда 2 қазан ет, 2 сабақ қымыз тұр екен. Оның да үйінде бір қыздан басқа ешкімі жоқ. Келіп үйіне түссе, қызының аузына бүрме салып қойыпты. Оны сындырып, қасына отырғызып, тамақ ішіп, әкесінің қай жолмен келетінін сұрап алып, алдынан шығуға кетеді. Бір жерге тосып тұрса, оның да иті ұлып, құсы шаңқылдап, сауыты сөгіліп келеді екен. Ол да, ей ұлымағырдың иті ұлып, өз басыңа көрінсін. Шаңқылдамағырдың құсы шаңқылдап, өлеріңе көрінсін. Осы құйын туғанда солқ ете қалып еді бар денем деп келеді екен. Мен саған не жаздым деп құйын шыға келеді. Екеуі алыса кетеді. Алысып оны да жазым етеді. Біраз жүріп Қызыл дәудің үйіне келеді. Келсе, оның да аузына бүрме салған бір қызы жүр екен. Құйын келіп, кімнің қызысың деп сұрайды. Мен Қызыл дәудің қызымын депті. Ендеше қымыз әкел дейді. Онда 3 қазан ет, 3 сабақ қымыз тұр екен. Қыздың аузындағы бүрмені алып, менімен бірге қымыз іш дейді. Бұл қыз бұрынғы қыздар сияқты қарсыласпай бүрмені алып бірге қымыз ішеді. Қымыз ішіп отырып, сіз Құйын деген батырсыз ба дейді. Иә, оны қайдан білдің? Менің білгенім, әкем 3 ағайынды, 3-еуі де пері. Олар жиналғанда айтушы еді, біздің ажалымыз Құйын деген батырдан. Сол батыр 3-еуімізді өлтіреді деп. Және бұл жерге адам келе алмайтындай етіп, осы жердің жан-жағын 6 таумен қоршаған еді. Оның үстінен асып келе алмайды деп дұғамен қоршаған қайран әкемнің ажалы жеткен екен. Енді саған айтарым бар. Менің әкемнің жаны бөлек. Екеуің 7 күн, 7 түн алысасың. Сонда әкемнің бір танауынан ақ жібек, бір танауынан қызыл жібек салбырап шығады. Сонда сен соны мұртына келгенде тартып үзіп ал. Менің әкемнің жаны сол. Сен оны олай етпегенде де жеңесің. Бірақ сол мұртынан салбыраған жібек жерге жетіп, аяғыңа оралып үзілгенше кем дегенде 1 ай алысу керек. Ал әкем мына жолмен кетті. Барсаң, алдынан шығасың дейді. Құйын жолға түсіп келе жатса, иті қаңқылдап, құсы шаңқылдап келеді екен. Әй, ұлымағырдың иті ұлып, өз басыңа көрінсін. Қаңқылдамағырдың құсы қаңқылдап, өлеріңе көрінсін. Сөгілмегірдің сауыты сөгіліп, тозарыңа көрінсін. Осы Құйын туғанда солқ ете қалып еді бар денем деп келеді екен. Құйын бұғынып тұрған жерінен, әй, мен саған не қылдым деп
атып шығады. Екеуі алыса кетеді. Екеуі 7 күн 7 түн алысып, 8-ші күні болғанда қызыл дәудің 2 танауынан бұтамдай бір ақ жібек, бір қызыл жібек шығып салбыраған екен. Құйын қолын жібере салып, жібекті жұлып алады. Қызыл дәу жерге тарс етіп құлап түседі. Сөйтіп құйын қызыл дәудің үйіне барып, алып қара құстың қауырсынын от басына қиялап шаншып қояды. Ертеңгісін қара дәудің қызының үйіне барып, қара құстың қанатын от басына шаншып қояды. 3-ші күні ұйқыдан тұрса, ақ дәудің қызы, ой, құйын келіп қалыпты ғой деп малын қайырып жүр екен. Қараса, бәрі малымен көшіп, ақ дәудің үйіне келіп қалыпты. Сол күні ақ дәудің үйіне қонып, қанатты тағы от басына шаншып қойып жатады. Қараса, Айбөкенге келіп қалып, о, біздің құйын досымыз келіп қалыпты деп Айбөкен малын қайырып жүр екен. 4-ші күні Айбөкеннің ауылына келген соң, сол жерде түнеп, ертеңгісін өз үйінің қасына келіп қоныпты. Әйелмен амандасып, аман есен көрседі. Ертеңіне алып қара құс келіп, ал батыр, менің балаларымды ажалдан айырғаның үшін аз да болса көмек еттім. Енді мені босат дейді. Құйын көп-көп рахмет айтып, алып қара құспен қоштасып, ықтиярмен қайырады. Ел құйын келіп су сиыр тұрмақ 3 дәудің 3 қызын әйелдікке алып кепті деп шуылдасады. Құйын ханға барып, ал ханеке, су сиырдың өзін әкелдім, етің жесең де өзің біл дейді. Хан қорқып, қарағым, сен кеткен соң әр түрлі дәрі-дәрмек ішіп жазылып кеттім дейді. Сонымен хан мыстан кемпірді шақырып алып, ал мына пәле тағы да келді, енді не айла табасың дейді. Кемпір ойланып, енді бір амал бар, ол былай: сіз дәу бір маядай сексеуілді маймен майлатып жинатыңыз, ортасына қойған бір шынжыр үстіне шығып тұрсын. Сонан соң бір күні сол сексеуілдің қасына ел жиналып, мына сексеуілдің ортасына шынжыр бар, соған біреу байланып отырсын. Сонан соң жан-жағынан от қоямыз. Түтін аспанға көтерілгенде менің әкеме берген қонақасы, берген киімім, істеген ісім, әкемнің қазір қандай күйде жүргені көрінеді. Соған кім байланады деп сұра. Сонда елге айтып қой, құйын байланады десін. Сонан соң оны байла да отты түгел қойып жібер. Сонан соң 1000 жаны болса да күйіп кетеді дейді. Айтқанын істеп елді жиып, хан кемпірдің айтқанын айтады. Хан былай дейді: түтін көкке шыққасын артынан түсіріп аламыз. Осыған кім байланады және әкемді кім көреді? Ел құйын батыр көреді деді. Ал құйын, бүгін жұма күні, қарағым, соны көріп кел деді хан. Құйын, мен үйге барып келейін деп үйіне келеді. Әйелдеріне айтып, қызыл дәудің қызы, біз періміз, сен барып байлан. Сонан соң біз көкке кептер болып барып, сені түтіннің арасынан алып кетеміз. Одан қорықпа деді. Құйын барып, ал мені байлаңдар деді. Құйынды байлап ел болып жан-жағынан отты қойып жібереді. Түтін аспанға шыққанда кептер болып әйелдері келіп шешіп алып кетеді. Оны ел білген жоқ. Жан-жағы жанып, ортасы ойылып кеткенде хан атына мініп, мен құйынның өз әйелін алам деп уәзірлері, біз қызыл дәудің, мен қара дәудің, мен ақ дәудің қызын аламын деп тұра құйынның үйіне шабады. Сонда әйелдері, ал енді қыр дейді. Құйын атына мініп қарсы шапқанда, ойбай, біз әншейін шауып едік деп әр жаққа қашады. Бірақ құйын оған көнбей, хан мен бектерін қырып тастап, мал мүлкін елге сыйға тартып беріп, өзі сол елдің сұрауы бойынша патша болады. Үлкен әйелі босанып ұл табады. Баласының атын Арпалыс деп қояды. Арпалыс 8 айға толғанда құйын шалқасынан жатып, көкірегіне мінгізіп отырса, баласы шаптырып жібереді. Сонда құйын күліп жібереді. Әйелдері, неге күлдің депті. Жай өзім ғой дейді. Бірақ әйелдері сұрап болмайды. Күлгенді сұра, сыры бар, жылағанды сұрама, мұңы бар деген. Айт дейді. Құйын, жарайды, айтайын дейді. Мен жас күнімде түс көріп едім. Сонда түсімде түңілік ашық қалыпты. Одан үркер жұлдызы көрініп тұр екен. Кеудем ашық қалыпты. Кеудеме жаңбыр жауыпты. Қазір мына Арпалыс көкірегімді сулағанда сол түсім ойыма түсті. Соған күлдім деді. Сонда қара дәудің қызы, мына Арпалыс менен туған бала сенің әке шешеңді табады екен. Ал мына ақ дәу мен қызыл дәудің қызынан туған бала өгей әкең мен шешеңді және 2 ағаңды табады екен. Барлығың жиналып, үркердей болып
бір жерге бас қосады екенсіңдер дейді. Келесі жылы 3 әйелден 3 ер бала туады. Той жасап бірнеше күн сауық сайран құрады. Арпалыс 6 жасқа келгенде Қара дәудің қызынан туған бала 2 тауға шығып серуендейтін болады. Екеуіне сауыт сайман соқтырып найза жасатады. Арпалыс найза ұстағанда найзасының ұшынан от жарқылдап жүреді екен. Ағын шешесі: «Қарағым, қазір жауға тиіспе, біраз кісі өлтірген соң найзаңның ұшындағы от өшіп қалады да найзаң өтпей қалады. Сонда жылқының кіші дәретіне ұстасаң қайта от шығады» дейді. Сонымен тағы бір рет тауға шықса, таудың ар жағында қалың мал көрінеді. Арпалыс жолдастарына: «Сендер осылай тұрыңдар, не ел екен, мен барып біліп келейін» деп сол елге қарай кетеді. Келсе, қалың қонған ел екен. Шетінде үлкен бір үйден өлең айтқан дауыс шығады. Сол үйге барып, атын ағашқа байлап, найзасын іргеге сүйей салып, «Ассалаумағалейкум» деп кіріп барса, бір дәу өлең айтып, төсектің үстінде шалқасынан түсіп жатыр екен. «Қарт адам еңкейгенде белім дейді, көзіме 1000 кісіде көрінбейді. Айқасып қалың қолға ойран салсам, кер атым еңіреуді бір білмейді» деп өлеңді соғып, баланың берген сәлемін алмайды. Бала өзі мен атын мақтап сәлем алмаған соң ашуланып: «Сен батыр болсаң, күшіңді көрейін» деп далаға шығып, найзасын қолына алып, атына мініп, жылқысына қарай шаба жөнеледі. Дәудің әйелі бала кеткен соң артынан жүгіре шығып, шауып бара жатқан баланы көріп, қайтып үйіне келіп, күйеуіне: «Сен жаңағы баланың сәлемін бекер алмадың. Ол бала батыр екен. Қолындағы найзасының ұшынан от жанып барады. Қазір сенің жылқыңа барып тиседі. Сен дегеннен оған барма. Алдымен елді жібер. Біраз адамды өлтіргеннен кейін оның найзасының оты өшеді. Сен сонда барып айқас, әйтпесе сенің күшің келмейді» дейді. Арпалыс бара сала қайнап жатқан қалың жылқыға тиіп айдай жөнеледі. Қараса, жылқышысы бір тайды шиеге қақтап жеп отыр екен. Бала жылқыны айдай жөнелгенде олар да бата алмай қорқады. Біреу артынан келіп: «Әй батыр, бұл жылқының иесі де батыр. Аты осы жылқыда кетіп барады. Батырдың атын беріп кет, арманда қалар» дейді. «Жарайды, алып қал» дейді. Үлкен кер ат екен, ұстап алып қалады. Атын иесіне апарып беріп, болған жайды айтады. Батыр ашуланып: «Мен барғанша соғысып жолын бөгіңдер» дейді. Бірақ жылқышылары барудан бас тартады. «Бармасаңдар, алдымен сендерді жайғаймын» деп қорқытады. Амал жоқ, жылқышылары жылқыны қуып жөнеледі. Жылқышыларының артынан ол да барады. Барса, біразын жайғапты. Найзасының оты өшіпті. Бара сала баламен айқаса түседі. Арпалыс найзасын қалай салса да өткізе алмайды. Қараса, оты өшіп қалыпты. Шауып барып, дәре сындырып тұрған бір жылқының астына ұстап алады. Қайтып суырып алса, от қайта жаныпты. Оны көрген дәу үйіне қарай тұра қашады. Артынан қуып, үйіне жақындағанда қуып жетіп, найзасын салады. Найза өтіп, ар жағынан шығады. Әйелі есік алдында қарап тұр екен. Әйеліне: «Арыздасып қал, найзамды суырғанда жаны қоса шығады» дейді. Әйелімен қоштасып, найзаны суырғанда тамырымен құлаған ағаштай жалп етіп құлап түседі. Атын жетектеп, жылқыға әкеп қосып, жолдастарына айдап келеді. Жолдастарына болған жайды айтып, ауылына қайтады. Жолда келе жатса, бір сайдың ар жағында бір адам түрегеліп, жығылып, қайта түрегеліп, жығылып жүргенін көреді. Бір жолдасына: «Сен барып, ана қара неғылған адам екен» дейді. Жолдасы шауып барып қайтып келеді. «Бір шал, бір кемпір барып сәлем беріп едім, сәлемімді алмайды. Бірдеңеге сүйеніп тұрады да жерге құлап жерді тырмалайды. Ақыры жауап ала алмадым» дейді. Арпалыс қызыл дәудің қызынан туған бала екеуі: «Біз білейік, сендер осылай тұра тұрыңдар» деп шауып шал мен кемпірге барып сәлем береді. Шал басын жұлып алып: «Ой қарақтарым, құйынымның өзімісің, жоқ көзімісің» деп еңіреп қоя береді. Сөйтсе, тышқан артынан кеткен құйынның әкесі мен шешесі екен. Шал мен кемпірге 2 ат мінгізіп, жылқыға алып бір баланы құйынға шаптырады. «Әкесін таптым, жолына бір кесе бал құйып, төкпей шашпай алдымыздан алып шықсын» дейді. Құйын хабарды алып: «Бұл қалай, менің балам маған әмір бергені нес» дейді. Бірақ шеше алмай,
бір кесеге бал құйып алдарынан алып шығады. Әке шешесімен аман есен көрісіп, баласына «Сен маған неге осындай тапсырма бересің?» дейді. Сонда баласы: «Сен ұлы патшасың, үйіңнен жылап шығасың. Сонда сенің қай жерің патша болады? Сол үшін солай буынын бекітіп келсін дегенмін» дейді. Сонымен әкесін үйіне алып келіп үлкен той жасайды. Қара даудың қызынан туған Қасым мен ақ даудың қызынан туған Есім екеуі ел көреміз деп алыс сапар жүреді. Жүре бірнеше айла жүріп, бір қалың тоғайға келеді. Келсе ол шеті мен бұл шетіне көз жетпес қаптаған қалың жылқыға келеді. Жылқының ағы бөлек, көгі бөлек, құласы, қарасы жеке-жеке бөлінген. Қасым мен Есім екеуі осы жылқыға қызығып, ауылға айдап келейін деп, жылқының бірін қалдырмай айдайды. Айдап, кешке бір жерге келіп қонады. Түнде нөсер жаңбыр жауады. Паналайтын жер іздеп жүріп, бір жаман там табады. Қасым атын шідерлеп, Есімнен бұрын тамға кірсе, тамның төрт жақтағы бір бұрышынан бір бұрышына бір нәрсе жүгіргенін көреді. Қасым батыр: «Бұл кім? Адам ба, сайтан ба? Адам болсаң айт, сайтан болсаң өлтірем» деп ақырады. «Мен адаммын» деп бір адам даусын шығарады. «Адам болсаң неғып жүрсің?» дейді. Әлгі адам: «Мен саған жайымды айтайын» деп қасына келіп отырады. «Мен бір байдың баласы едім, және 3 ағайынды едім. Әкеміз малыменен қашып кетіп, бізді тастап кетті. Содан біз кедей болып қаңғырып қалдық. Ең кіші інім Құйын еді. Ол да бізден қашып кетті. Ол байғұс қай жерде барып өлгенін білмеймін. Үлкен ағамыз екеуміз осы жерде бір байға жалданып, мен жылқысын бақтым, үлкен ағайым сиырын бақты. Сөйтіп жүре бердік. Содан бай басқа жерден қоныс алып, соған көштік. Кеше осы жерден көшіп бара жатқанда, мына жерге бір жотаның басына бір ақ боз атқа мінген бір адам шауып шыға келді. Оның артынан біреуі сөйте 40 ақ боз атқа мінген адам келіп елді шапты. Сонан өлтіргенін өлтіріп, өлтірмегенін малымен айдап кетті. Міне мен аттан жығылып, өтірік өліп жатып, олар кеткеннен кейін тұрып, қашып осы тамға келіп тығылдым» дейді. Қасым айтады: «Сіздің айтуыңызша Алғанбайдың баласы Құйын ба?» «Я қарағым, оны қайдан білесің?» деп әлгі адам жабыса кетеді. «Мына екеуміз сол Құйынның баласымыз» дейді Қасым. «Сол жерде үшеуі көрісіп, амандасып, ендіше осы жерде қалайық, ертең сол жермен жүрелік» дейді Қасым. «Ойбай қарағым, онда бармаңдар, барсаңдар малдарыңнан түк қоймайды, және түгел тонап алады» дейді. «Сіз одан қорықпаңыз» деп Қасым оны басады. Ертеңіне таң атады. «Жылқыны соған қарай айда» депті. «Қарағым, сауыт сайманың жоқ, олардың бәрі қарулы, жуыма» дейді. «Сіз қорықпаңыз, солай айдай беріңіз» депті. Үшеуі жылқыны солай айдайды. Бір жерге келгенде бір боз атты шауып шыға келеді. «Әне, келе жатыр» деп Құйынның ағасы зар қақты. «Мен оларды тосамын, сендер айдай тұрыңдар» деп атын көлденең тартып, Қасым тұра қалады. Бірінің артынан бірі шығып, 40 боз атты шауып келеді. Шеттеннен келгенін қамшымен бір ұрып, аттан ұшырып түсіреді. Сонымен 40 ұрып, бәрін жерге түсіріп, 40-ның да қолдарын байлап, өздері шауып шыққан жерге келсе, ар жағы қаптаған мал, тігілген үй екен. Жылқыны айдап сонда келеді. Әлгі тауып алған әкесі бір кісіге барып: «Шүйінші, мынау Құйынның балалары екен» депті. Сөйтсе, әлгі Құйынның үлкен ағасы екен. Онымен де көрісіп болғанда бір шал келіп: «Қарағым, айтып тұрғандарың Алғанбайдың Құйыны ма?» дейді. «Я» деп жауап береді. «Ой қарағым-ай, аман екен-ау ол. Шығай ханның қызын алып қашып кетіп еді, маған бала болып жүріп» дейді. Сөйтсе, әлгі өгей әкесі екен. Өгей шешесі мынау деп қасындағы жылап тұрған кемпірді көрсетеді. Барлығына ат шапан беріп, еліне алып қайтады. Еліне алып келіп, Құйынменен кездестіріп, барлығы бір жерге жиылып, үркердей болып тату-тәтті